Нарманбет Орманбетұлы 1859-1918 қазақтың көрнекті ақыны, биі, қоғам қайраткері және Алаш қозғалысының белсенді мүшесі. Өмірбаяны. Нарманбет Орманбетұлы 1859 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының Саға жерінде дүниеге келген. Алғашқы білімін ауыл молдасынан алып, кейін 1873 жылы Қарқаралыдағы 2 сыныпты орыс қазақ мектебінде оқыған. Орыс тілін жетік меңгеріп, жеке сабақтар алған. Әкесі Орманбет Байжомартов Қарқаралы уезінің әкімшілігінде маңызды лауазымдар атқарған. Нарманбет те әкесінің жолын қуып, ел басқару ісіне ерте араласқан. 1888-1903 жылдары бірнеше рет 3 ауылдың халықтық судьясы болып сайланған. 1895-1897 жылдары болыс басшысының орынбасары, алға 1890-1902-1908 жылдары болыс басшысы қызметін атқарған. Шығармашылығы. Нарманбет өлең жазуды 14 жасынан бастаған. Алғашында махаббат пен лирикалық тақырыптарды жырласа, кейін әлеуметтік мәселелерге бет бұрған. Абай Құнанбайұлымен танысуы оның азаматтық ұстанымына әсер етіп, шығармаларында отаршылдыққа қарсы идеялар көрініс тапты. Аждаханың аузында, Ұран, Сарыарқаға қарасақ сияқты өлеңдерінде патшалық отаршылдық саясатты сынап, халықтың азаттығын жырлады. Ақынның шығармалары алғаш рет 1939 жылы жарық көрді. Кеңестік кезеңде оның мұрасы ұзақ уақыт назардан тыс қалды. Тек 1998 және 2004 жылдары оның шығармалар жинағы қайта басылып шықты. Қоғамдық қызметі. Нарманбет Орманбетұлы Алаш қозғалысының белсенді мүшесі болды. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде патшаға петицияға қол қойып, қазақтардың құқықтарын қорғауға атсалысты. 1917 жылы Қарқаралы уездік қазақ комитетінің мүшесі болып сайланып, Жақып Ақбаевтың орынбасары ретінде қызмет атқарды. Мұрасы. Нарманбет Орманбетұлының шығармалары қазақ әдебиетінің алтын қорына енген. Оның поэзиясы халықтың әлеуметтік жағдайын, отаршылдыққа қарсы күресін және ұлттық сананы оятуға бағытталған. Ақынның мұрасы қазіргі уақытта да зерттеліп насихатталуда.